хабардар етіп, проблемалық мәселелерді шешудің жолдары мен мерзімдері туралы айтылады. Бүгін бекітілген кестеге сәйкес 2023 жылдың 1-тоқсанындағы кездесуім өткелі отыр. Кездесуге қатысушылар қаланың АХАП қоғамдық кеңесінің мүшелері, Арқалық қалалық прокуроры, Арқалық қаласы полиция басқармасы басқарма міндетін атқарушы, мемлекеттік мекемелерінің кәсіпорын басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, қала тұрғындары. Күн тәртібінде бір сұрақ. Арқалық қаласының 2022 жылғы әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары және одан әрі даму перспективалары туралы мен баяндамамен таныстырамын. Одан әрі сұрақ-жауаптарға кезек беретін боламыз. Күн тәртібі бойынша алып қосарларыңыз бар ма? Жоқ болса, онда жұмысымызды бастайық. Құрметті кездесуге қатысушылар, мемлекет басшысының Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында халық берілген бірлігі мен жүйелі реформалардың ел өркендеуінің берік негізі деп атап өткен болатын. Олай болса, Арқалық қаласы бойынша 2022 жылы атқарылған жұмыстардың қорытындылары мен одан әрі даму перспективаларын баяндауға рұқсат етіңіздер. Өткен жылы қалалық бюджетке түсетін түсімдер көлемі 2 миллиард 563 миллион теңгені құрады, немесе бюджеттің кіріс бөлігі 92 миллион теңгеге асыра орындалды. Нысаналы трансферттердің көлемі 7 миллиард 868 миллион теңгені асып, бюджеттің жалпы көлемінің 70%-ын құрады. Қала бойынша орташа жалақы өткен жылдың деңгейімен салыстырғанда 23%-ға артып, 200.357 теңге жетті. Қала өндірісінің жалпы көлемінде өнеркәсіп үлесі 17%-ға тең. 2022 жылы өнеркәсіп өнімінің көлемі шамамен 8 миллиард 500 миллион теңгені құрады. Өткен жылға деңгейге қарағанда 57%-ға, немесе 3 миллиард 60 миллион теңгеге өсті. Мәселен, өңір экономикасының өнеркәсіптік секторын дамыту үшін 366 миллиард теңгеден астам қаржыға 2400 жұмыс орны құру мен 8 инвестициялық жоба іске асыру жоспарлануда. Оның ішінде тау-кен өнеркәсібіндегі 4 жоба, полиметалл кендерінің концентратын өндіру, отқа төзімді саз балшық өндіру, нефритоидтарды өңдеу құрамында алтыны бар полиметалл кендерін өндіру. Өңдеу өнеркәсібіндегі 2 жоба, диірмен салу және диірмен кешен қызметін кеңейту. Машина жасау және энергетика салаларында бір жобадан бұл конвейер роликтерін өндіру және жел электростанциясының құрылысын жүргізу. Өңірдің экономикасын дамудың негізгі секторы агроөнеркәсіп кешені болып табылады. Оның жалпы өндіріс көлеміндегі үлесі 83%-ды құрайды. 2022 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығында жалпы өнімнің құны 40 миллиард 790 миллион теңгеден асты. Бұл 2021 жылдан 2 есе артық. 2022 жылы егіс алқаптары 314 мың гектарды құрады. Бұл 2021 жылға қарағанда 5 мың гектардан астамға ұлғайғанын көрсетті. Есепті кезеңде 275 мың гектарға жуық дәнді және дәнді бұршақтарды дақылдар шабылып, 236 мың тоннаға жуық астық басқарылды, өнімділік гектарына 8,6 центнерді құрады. 31 мың гектар алқапта майлы дақылдар егіліп, 22 мың тонна майлы дақыл бастырылды, орташа өнімділік гектарына 7,1 центнер тең болды. Есепті кезеңде қаланың ауыл шаруашылық құрылымдары 2 миллиард 100 миллион теңгеден астам қаржыға 74 бірлік ауыл шаруашылық техникасы сатып алынды. Агроөнеркәсіптік кешенде 450 жұмыс орнын құрап отырып, 19 миллиард теңгеден астам қаржыға 9 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарлануда. Бұлар асыл тұқымды репродукторлар мал кешенін салу, 5 мың басқа молдақты алаңын салу, жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасы кеңейту, тауық көлінің органикалық тыңайтқышқа өңдеу, 2 тауарлық сүт фермасын салу, жаңбырлатып суару әдісімен ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру, африкалық жайын балығы мен ас шаяндар өсіру. Өңірде қоғамдық қызмет көрсету саласында жоғары белсенділік байқалады. Нәтижесінде оңалту орталығы мен мектепке дейінгі білім беру орталық тамақтану орындары, техникалық қызмет көрсету станциясы, стереокамера қызметтері, сүт өнімдерін өндіру цехы, жанармай сорғыларын жөндеу цехы, кондитерлік цех, өзі қызмет көрсете отырып, көлік жуу пункті, тері қабылдау пункті ашылып, жолаушылар және жүк тасымалды қызмет жүзеге асырылуда.
тиісінше есептік кезеңде 130 тұрақты жұмыс орны құрылды. Бөлшек тауар айналымының көлемі 15%-ға ұлғайып, шамамен 8 миллиард теңгені құрады. Көтерме сауда айналымынан көлемі 5 миллиард теңгеге жуықтап 22%-ға ұлғайды. Есептік кезеңде 2021-2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба бағдарламасы арқылы 47 кәсіпкер 95 жұмыс орнын аша отырып, бизнесті дамытуға, техника мен тауарлар сатып алуға, несиелерге кепілдік беру және субсидиялау шеңберінде 342 миллион теңгенің астам қаражат алды. 2021 жылмен салыстырғанда 29 кәсіпкерге артып, алынған қаражат 2,9 есеге, ал құрылған жұмыс орны 4,5 есеге артты. Бұдан басқа 22 жылы 5 миллион теңгеге дейінгі гранттармен 18 жұмыс орнын құра отырып, жалпы сомасы 25 миллион теңгеге 5 жоба қолдау тапты. Сондай-ақ сауда қызметтерін дамыту былғары өнімдерін тігу және өндіру, көмір сұйығын қуатын арттыру саласында жалпы сомасы 282 миллион теңгеден астам қаражатқа 5 инвестициялық жоба іске асырылды, 54 жұмыс орны құрылды. Бұдан басқа 150 жұмыс орнын құра отырып, 1 миллиард 100 миллион теңгеге 4 жобаны жүзеге асыру арқылы кәсіпкерлік белсенділікті арттыру жоспарлануда тұр. Жеке кәсіпкер Сеткасымова 100 жұмыс орнын аша отырып, 2 қабатты сауда және ойын-сауық орталығының құрылысын жүргізуді жоспарлап отыр. Жобаның құны 400 миллион теңге. Қызылтау өнімдері жауапкершілігі серіктестігі 50 жұмыс орнын құра отырып, 3 қабатты әкімшілік тұрмыстық орталық салу жобасын іске асыру. Жобаның құны 200 миллион теңге. 522 миллион теңгені асатын 2 жобаға инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жүргізу жоспарланған. Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жергілікті атқарушы органдардың басты міндеттерінің бірі болып табылады. Бүгін таңда Арқалық қаласы су құбыры желілерінің жалпы ұзындығы 190 шақырым және біздегі құбыр желілері республика бойынша ең жоғары тозу көрсеткішіне жетіп 85% құрады. Ағымдағы жылы 949 миллион теңгеге 5 жобаны іске асыру жоспарланған. Бұл 7-ші шағын ауданның сыртқы инженерлік желілерінің құрылысын аяқтау, Северный кентінде су құбыры желілерін қайта жаңартуды аяқтау, Северный кентінде нөсер кәріз желілерін салу, Үштөбе ауылында су құбыры желісін іске қосу, Ашықтасты және Аңғар ауылында су құбыры желілерінің құрылысын аяқтау. Бұдан басқа 1 миллиард 400 миллион теңгеге Арқалық қаласының су құбыры желісінің бірінші кезеңін 25-те 6 шақырым қайта жаңарту және Қайынды 2-дің Жаңақала ауылдарында суды тазарту мен таратудың 3 пунктінің құрылысы жүргізілетін болады. Нәтижесінде 17 мыңнан астам адам салалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Арқалық қаласы бойынша тұрғын үйді іске қосу 2022 жылы 4055 шаршы метрді құрады. Қалада 133 көппәтерлі тұрғын үй бар. Көппәтерлі тұрғын үй секторын тозу көрсеткішінің жоғарылығын назарға ала отырып, 2022 жылы облыстық бюджет қаражаты есебінен 100 миллион теңгеге 10 үйдің төбесін жөндеу жүргізді және 2 үйдің балкондарын қираған бөліктер қалпына келтірілді. Бұдан басқа іскер арқалық шотында жинақталған қайтарымды қаражат есебінен 14 миллион теңгенің астам қаражаттап, 2 көппәтерлі тұрғын үйдің жылыту желілері мен сумен жабдықтау желілерін жөндеу жүргізілді. Ағымдағы жылы 24 көппәтерлі тұрғын үйдің төбесі мен қасбетін жөндеуге облыстық бюджет есебінен 300 миллион теңге бөлінді. Мемлекеттік сатып алу қорытындысы 25 наурыздан кейін белгілі болады. Көппәтерлі тұрғын үйлер үшін жаңа 3 лифт сатып алуға және орнатуға бюджеттен 42 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілуде. Бұдан басқа ағымдағы Шаша Жәнібек көшесіндегі 51-ші тұрғын үйді қайта жаңарту аяқтау жоспарлануда. Құрылыс аяқталған соң 18 отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етіледі. Тұрғын үй құрылысының одан әрі жүргізу мақсатында Шаша Жәнібек көшесі 49 мекен жайы бойынша 3 қабатты тұрғын үйді қайта жаңарту жобалық сметалық құжаттама әзірленеді. Ағымдағы кезеңде біз 76 миллион теңгенің астам қаражатқа қаланы абаттандыру және инфрақұрылымдық нысандарды жөндеу бойынша жұмыстар жүргіздік. Демалыс саябағында кеме, пішіндес
балалар ойын алаңы орнатылды. 1400 шаршы метрден астам жерге брусчаткалар төселді. Саябақта қоршау, 8 балалар ойын алаңы, 3 дана шамдары бар, 6 сыртқы жарықтандыру бағандары орнатылды. Ахмет Байтұрсынов аллеясы абаттандырылды. 511 текше метр астам рұқсат өтілмеген қоқыс үйінділер жойылды. 12 контейнер алаң жабдықталды. ПЭТ бөтелкелері арналған 10 контейнер орнатылды. Қайырбеков көшесіндегі автомобиль жолының бойына 27 миллион теңгеге жуық қаржыға брусчатка төсеу жұмыстары аяқталды. Қоғамдық орындарда 7 миллион теңгеге 8 бейнебақылау камерасы орнатылды. Ағымдағы жылы 720 миллион теңгені асатын қаржы қаланы абаттандыру жұмыстары көшелі жоспарлануда. Қала көшелеріне жалпы ауданы 19 мың шаршы метр болатын брусчатка төсеу, 200 жарықтандыру бағандарын орнату, ауылдарда жарықтандыру бағандары мен жарық шамдарын орнату, қалалық су айдынының акваториясын тазалау, 8 ойын алаңына қосымша элементтер қою, 20 жаңа ойын алаңын орнату. Арқалық қаласының елді мекендерімен байланыстыратын жергілікті маңызы бар жолдардың ұзындығы 279-6 шақырым, оның ішінде қанағаттанарлықсыз жағдайда 198 шақырым. Есепті кезеңде республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген 1 миллиард 511 миллион теңгені астам қаражатта 3 көлік жолдары учаскелеріне жөндеу жұмыстары жүргізілді. 215 миллион теңгені астам қаражатта Шашажемі көшесі жолына бордюр орнатылып, тротуар төселе отырып, орташа жөндеу жүргізілді. 1 миллиард 73 миллион теңгеге Арқалық Ашықтасты Шилі аудандық маңызы бар автомобиль жолының учаскесі орташа жөндеу жүргізілді. 163 миллион теңгені астам қаржыға Демченко көшесіне орташа жөндеу жүргізілді. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында ұзындығы 14,4 шақырым болатын Үштөбе ауылының кіребес жолына орташа жөндеу жүргізу үшін 812 миллион теңге көлемінде қаражат бөлу 2023-24 жылдарға жоспарланған. Қала ішілік жолдардың жалпы ұзындығы 77 шақырым құрайды. Оның ішінде қанағаттанарлықсыз жағдайда 53 шақырым. Ағымдағы жылы Западный кентіндегі жалпы ұзындығы 4,3 шақырым болатын 12 көшеге орташа жөндеу жүргізу үшін 239 миллион қаражат бөлінді. Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу рәсімдері жүргізілуде. Ауылшылық жолдардың жалпы ұзындығы 107,4 шақырым. Барлық жолдар қанағаттанарлықсыз жағдайда. 2023 жылда ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша Родина, Ашутасты, Восточный, Фурманов сынды 4 тек ауылдағы жалпы ұзындығы 24 шақырым болатын 33 көшеге орташа жөндеу жүргізу үшін 1 миллиард 468 миллион теңге қаражат бөлінді. Жылумен жабдықтау жүйесінің 85%-на тозуына байланысты ұзындығы 34,7 шақырым жылу желілерін қайта жаңартуға жобалық сметалық құжаттама әзірленуде. 2023 жылы 3 миллиард 300 миллион теңгеге жылу желілерін бірінші кезең бойынша қайта жаңарту жоспарлануда. Арқалық жылу электр орталығына 614 миллион теңгеге химиялық су дайындау жүйесінің күрделі жөндеу жүргізу бойынша жобаға мемлекеттік сатып алу рәсімі жасалуда. Жылу электр орталығы аумағында орналасқан асхана ғимаратына шамамен 33 миллион теңгеге ағымдағы жөндеу жүргізілуде. Бұдан басқа Арқалық жылу энергетикалық компаниясының бюджет қаражат есебінен 373 миллион теңгеге 11 бірлік арнайы техника сатып алынды. Білім беру саласын дамытуға 6 миллиард 527 миллион теңгеден астам қаражат тиесілі. Мектепте дейінгі тәрбие мен оқытумен 1595 бала қамтылған, қамту көрсеткіші шамамен 75%-ды құрады. Мектептердегі оқушылардың жалпы контингенті 6568 оқушыны құрады. 103 миллион теңгеге 4 қалалық және 3 ауылдық мектептерді ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жылы 396 миллион теңгеге 8 іс-шараны жүзеге асыру көзделген. Олар номер 1 орта мектеп үшін жаңа модификациядағы биология кабинетін сатып алу, номер 4 орта мектеп үшін STEM зертханасын сатып алу, 3 мектептегі ағымдағы жөндеуді өткізу,
Назипа Күлжанова атындағы Торғай гуманитарлық колледжінің ғимаратын күрделі жөндеуден өткізу. Бұдан басқа жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында ағымдағы жылы 2 миллиард теңгеден астам қаражатқа 300 орындық жалпы білім беретін мектептің құрылысы басталады. Жаңа мектеп 2024 жылы пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Сондай-ақ жалпы сомасы 242 миллион теңгеге 3 іс-шараны іске асыру жоспарлануда. Олар балалар үйі ғимаратына ағымдағы жөндеу жүргізу, содан кейін оны балабақша қылып ашыламызға деп жоспарланып отыр. Абай көшесі 37 мекен-жайында орналасқан ғимаратты арқалық педагогикалық институтының инфрақұрылымын кеңейту және дамыту үшін сатып алу, номер 5 орта мектеп үшін жобалық сметалық құжаттама әзірлеу және сараптаманың оң қорытындысын алу. Денсаулық сақтау саласында есепті кезеңде өлім жітімнің 50%-ға төмендеуі бойынша 10 динамика байқалды, ана өлімі тіркелген жоқ. 2022 жылдың қыркүйегінен бастап өңірлік емхана облыстық бюджет қаражаты есебінен жөнделген Торғай боксит кен басқармасының бұрынғы әкімшілік ғимаратына орналасты. Бүгінгі таңда өңірдегі дәрігерлердің қажеттілігі 22 маман құрайды. Ағымдағы жылы 264 миллион теңгеге 35 медициналық аппарат сатып алу жоспарлануда. Олар маммографиялық цифрлық рентген, флюорографиялық цифрлық рентген, УЗИ сараптамалық класс аппараты, ересектерге және туған нәрестелерге арналған ИВЛ құрылғысы, жаңа туған нәрестелерге арналған инкубатор және тағы да басқа да аппараттар сатып алу көзделген. Ауылдың денсаулық сақтау жүйесін жаңғырту ұлттық жобасы шеңберінде 970 миллион теңгені жуық қаражатқа 2 жылдық жобаларды іске асыру басталады. Олар Восточный ауылында ФАП салу және Фурман ауылында дәрігерлік амбулатория салу. Әлеуметтік қорғау саласында жұмыссыздық деңгейі 1,7% немесе 340 жұмыссызды құрады. Өткен кезінде 845 жұмыссыз тұрақты жұмыс орындарына орналастырылды. Әлеуметтік қорғау шараларымен 1370 адам қамтылды. Есепті кезеңде қаланың аз қамтылған тұрғындарына 154 миллион теңгеге жуық қаражатқа атаулы әлеуметтік көмек және тұрғын үй жәрдемақыларын төлеу түрінде әлеуметтік қолдау көрсетілді. Бұл ретте ағымдағы жылы мүмкіндігі шектеулі жандар үшін 2 миллион теңгеге шынжыр табанды баспалдақ көтергіші мен 29 миллион теңгеден астам қаражатқа автобус сатып алу жоспарлануда. Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында спортпен және дене шынықтырумен айналысуға көпшілікті тарту бойынша жұмыстар жүргізілді. Есептік кезеңде 67 миллион теңгеден астам ақшаға спорт кешендері орнатылып, жөндеу жұмыстары жүргізілді. Дачный новый кенттерінде және Қайырбеков Шашашевин көшесінде 4 шағын футбол алаңы мен 4 воркаут алаңы орнатылды. Жігер стадион спортзалының ағаш едені ауыстырылды. Трибунадағы орындықтар жаңарту жұмыстары жүргізілді. Ағымдағы жылы жалпы құны 352 миллион теңгеден асатын 5 жобаны іске асыру жоспарлануда. Шашашевин көшесі 100 мекен-жайы бойынша күрделі жөндеуден өткізіліп жатқан спорт зал ғимаратының құрылысын аяқтау, Қайрат спорт кешеніне ағымдағы жөндеу жүргізу, Западный кентінде шағын футбол алаңы мен көше тренажерларын орнату, спортшыларды тасымалдау үшін шағын автобус сатып алу, 7 шағын футбол алаңын ағымдағы жөндеуден өткізу. 1 миллиард 400 миллион теңгенің жуық қаражатқа 2 жылдық жобаны іске асыруды бастау жоспарлануда. Олар бұрынғы Қазақстан кинотеатрының бос ғимаратын сатып алу және ғимаратты спорт кешенін етіп қайта жаңарту, Арқалық қаласы мен Родина ауылында дене шынықтыру сауықтыру кешенін салу жоспарлануда. Ағымдағы жылдың басынан бері қала мен қалаға қарасты ауылдық елді мекен клубтары 931 мәдени бұқаралық іс-шара өткізді. Арқалық қаласы бойынша 2022 жылы ұлттық домбыра күніне астам қаржыға шағын автобус, музыкалық жабдықтар, би костюмдері сатып алынды. Өткен жылы біз төмендегідей көрсеткіштерге қол жеткіздік.
халықаралық шығармашылық фестиваль конкурсына Қабден Қырмызы мен Абдықадыр Айшабеке қатысып, жас ерекшеліктері бойынша домбыра жанрында гран-при иегері атанды. 2022 жылдың шілдесінде Қырғыз Республикасында өткен «Старт талантым 22» үшінші халықаралық дарынды балалар фестиваль байқауында Таубалды Нұржайна вокал жанры бойынша бірінші орынды иеленді. Облыстық көркем өнерпаздар байқауында Арқалық қаласы екінші орын алды. Ағымдағы жылы 1 миллиард 786 миллион теңгеге 3 ауқымды іс-шара жоспарланған. Бұл мұражай қорының экспозиция және Арқалық қаласының мәдениет сарайы мен Ашқұтасты ауылындағы мәдениет үйлеріне күрделі жөндеу жүргізуді бастау. Одан бөлек, ағымдағы жылы 43 миллион теңгеден астам қаражатқа қала тұрғындар мен қонақтардың бос уақытын лайықты өткізу үшін демалыс саябағында 2 карусель және құрғақ бассейн орнату жоспарлануда. 2023 жылдың шілдесінде ұлттық домбыра күнінің мерекелеуге орай Жігер стадионында 2000 домбырашы жертөкей орындау жоспарлануда. 7 ауылдық елді мекенді мобильді кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету мақсатында 2023-2024 жылдары жалпы сомасы 234 миллион теңгеден асатын 3 антенналық мачта құрылысы салу жоспарлануда. Рухани жаңғыру бағдарламасы іске асыру шеңберінде есеп кезеңде 67 миллион теңгеден астам қаражатқа 8 бағыт бойынша жұмыстар жүргізілді. Жүрек жылу 2021 қоғамдық қорына 4 миллион теңгеден астам қаражат түсті. Қордың мақсаты өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларға көмек көрсету, сондай-ақ балаларда спорттық және мәдени жетістіктері үшін қолдау болып табылады. Домбыра күнінің мерекелеуге орай демеушілер есебінен 9 миллион теңгеден астам қаржыға іс-шаралар өткізілді. Спортпен және дене шынықтырумен айналысуға көпшілікті тарту мақсатында 3 миллион 300 мың теңгеге ардагерлер саябағын абаттандыру бойынша жұмыстар жасалды. Ауыл жастарын салауатты өмір салтына тарта отырып 4 миллион 500 мың теңгеге түрлі іс-шаралар кешені жүзеге асырылды. Көше тренажерлары орнатылды, спорттық құрылғылар сатып алынды. Ұлттық мәдениетті дәріптеу мақсатында 7 миллион 850 мың теңгеге Абай аллеясы салынды, 17 миллион 700 мың теңгеге Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған шаралар ұйымдастырылды және 2 миллион 300 мың теңгеге Уақ Жұмабай ақынның бюсті орнатылды. Тұрғындарды баспанамен қамтамасыз ету мәселесін шешу жолында Абай Жарқы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құны 18 миллион теңгеден асатын 24 пәтерлі тұрғын үй ғимаратын қалпына келтіру және пайдалануға беру үшін қаланың коммуналдық меншігіне ақысыз негізсіз берілді. Биылғы жылы өңір кәсіпкерлерінің демеушілігімен көшелерді, саябақтарды, аллеяларды абаттандыру аясында 14 іс-шара өткізу жоспарларымызда бар. Саябақтар мен аллеяларға көшет отырғызу, жарықтандыру желілерін, қоршаулар, шағын сәулет нысандарын, орындықтар, урналар орнату, жиек тастары қалпына келтіру және тағы да басқа көптеген жұмыстар жасауда көздеп отырмыз. Қала аймағы бойынша басқа да жұмыс жоспарларымыз қосымша айтылатын болады. Назарларыңызға рахмет. Енді келесі кезекті сұрақ жауапқа берейік. Сұрақтар болса, қойыңызға болады. Здравствуйте. Меня зовут Алгар. Все. Хотел вопросы задать несколько. Как задать? Сразу все вопросы или вопрос-ответ? Как вам будет удобно? Давайте вопрос-ответ, потому что вопросов много. Амирхан Беркинович, вы уже почти 2 года акимом. Что значит для вас город Аркалык? Следующий вопрос задайте, потом я... И можно сразу последовательность идет. Для вас что значит город Аркалык? Одним словом, город Аркалык я не отвечу, но тогда давайте пофилософствуем. Давайте. Город Аркалык – это бывший областной центр. Для Тургайского региона, я считаю, он является как столица Тургайского региона. Амирхан Беркинович, извините, нет. Просто для вас как город. Вот, я ответил вам. Дальше задавайте вопрос. Не понял, что вы сказали, как Тургайская область? Вот.
А, столица? Областной центр. Все, хорошо, спасибо. Он бывший областной центр. Хорошо, спасибо. Для Тургайского региона он является как столица. Все хорошо. Достаточно? Достаточно. Так, второй вопрос. Как ощутят граждане РКЛК приход нового Казахстана? Вот смотрите, я в своем докладе озвучил очень много цифр. Давайте так, в прошлом году, по бюджету я буду говорить, в прошлом году наш бюджет составил 10 миллиардов 340, где-то более 10 миллиардов тенге. Из них 3,5 миллиардов тенге это деньги, которые шли трансфертом для образования. То есть в нашем распоряжении были деньги около 7 миллиардов тенге. В текущем году бюджет увеличился почти более 2 раз. 14,5 миллиардов тенге. Поэтому с приходом нового Казахстана, я думаю, что на Тургайский регион, именно на город Аркылык, обращено большое внимание как президента, так и правительства, так и акима области нашего Аксакалова. Поэтому я считаю, что новый Казахстан для нашего региона будет играть положительную роль. Я думаю, что вы по моему докладу, по цифрам, которые я озвучил, вы на себя ощутите, ощутят это и жители нашего города. Самое главное, чтобы жители города ощутили. Спасибо. Третий вопрос. Как гражданин города, какую вы оценку дали по очистке снега? Какую оценку вы сами дали за весь зимний период? Нормальную оценку даю. Это снег, он падает неравномерно. Понимаете? Вы сами знаете. Поэтому насколько хватило сил у наших предпринимателей, которые выиграли конкурс, они очищали. А качество, я думаю, что мы без снега не остались, под снегом не остались. Дорога была очищена. Да, качество, конечно, желает лучшего, но чем смогли, тем и смогли очистить. Специализированных предприятий у нас в городе по очистке снега нет. Почему нет? Потому что город маленький. Я уже, как озвучил, 77 километров. У нас протяженность дорог города Аркылыка. Приобретать спецтехнику, которая стоит около 80 миллионов тенге, автогрейдер, никому не под силу. Потому что они знают, что эти деньги, вложены на приобретение этой техники, они в жизни не отобьют. Это разовые работы, очистка снега. Поэтому той техникой, которую имеют наши предприниматели, я думаю, что очистили неплохо. И выработали ту сумму, которая выделена была на снег, да? По выработке той суммы мы оплачивали деньги по актам выполненных работ согласно рассылке. И получается, что раз техники нету, 3 бурана и все. И город не смогли вычистить должным образом. Слушай, вы как сказали, как вас звать? Талгат. Отчество? Джановаевич. Талгат Джановаевич, у нас были случаи, что в городе был коллапс, что не смогли машины проезжать по своим адресам или по своим точкам, которые вы ехали? Были? Когда бураны были, да? Ну, когда это в соцсетях можно проанализировать, сколько жалоб было. Когда бураны, здесь я думаю, что уже не человеческий фактор, это природные катаклизмы. Я к чему всего это говорю? Просто взяли тендер и... 5 секунд. Да. Вы скажите, что вы хотите задать, а не подводными вопросами давать не будем задавать и время у людей занимать. Нет, к чему я все это говорю, потому что недолжным образом была выполнена работа. Хорошо, это ваша оценка. Давайте дальше. Хорошо. По поводу площади. Капитальный ремонт. А что у вас там? Вы выделили... Она нужна, эта площадь на данный момент в Новом Казахстане? Почему нет? Любая площадь любого города – это центр любого города, где будут проходить все мероприятия городские. Это раз. Во-вторых, площадь, где люди будут отдыхать летом, осенью, весной. Поэтому я думаю, что для любого города центральная площадь должна быть благоустроена и красивой. Все, спасибо. А это какое? Площадь для отдыха, как получается? Когда в 2 раза в год, получается, люди там собираются? Хорошо, тогда я вам еще тогда встречный вопрос задам. В других городах, тоже в Астане, в Кустанае, если сейчас наберите степени, в других городах то же самое, начинают благоустройство города с центральных площадей. Понимаете? Там мероприятия проводятся, не проводятся, но
центр, площадь любого города – это притяжение для всех жителей, как для гостей, так и для жителей города. Поэтому площадь надо благоустраивать, он должен быть красивым, еще раз повторюсь, и мы будем заниматься этим вопросом. Все, хорошо. Теперь у меня вопрос по контейнерным площадкам. По улице Каирбекова 2 штуки, по улице Абая 1 штука. Было построено дополнительные площадки, 3 имеющиеся. Для чего это было сделано? И сколько стоит 1 площадка? Так, я по контейнерным площадкам не владею ситуацией, я извиняюсь, конечно, но я думаю, что компетентный начальник отдела здесь есть, и, наверное, ответит на этот вопрос. Алхан Барба, да? Сколько стоит и по этим, по перечисленным улицам, скажите, дайте ответ. Контейнерные площадки. Микрофон у вас. В прошлом году делали контейнерную площадку, но мне точной цифры нету. Тогда письменно ответите. Письменно ответим. Так, а этот адрес пусть скажете. Конкретно, значит, ничего не ответили, да, получается? Вы тогда на такие вопросы заранее направили бы свой запрос? Этот вопрос был озвучен. Ага. Мы бы подготовились и сказали бы. Дали бы ответ. Так, вот вы только что сказали, что выделили средства для ПЭТ-бутылок контейнера. А какая работа производится? Вы не сказали, сколько собирается, кем это осуществляется работа? Аслан, сможете вы ответить? С кем у нас заключен? Тазарту, да, по-моему? Сколько выводится? С кем выводится? Сколько сдается? Куда поступает? Мы в Тазарту сдаем на переработку 5 бутылок. Мы в прошлом году, по-моему, 10 этот контейнер установили. Контейнер 5 бутылок. Harika, siz aytılasın işletti şalanımızda şalanımızda. Onu biz ayıralsanız, odan keyin bizde өзүм иштеп кеткен пресстер кимге асфальтта ким эди алып кеткен? Я не знаю, я здесь не при чем. жигит оған тапсырамызга акча ол 40 теңгеден алып атыр. Оны жаппайт биздин затратыбызды. Сол боюнча алган акчамызды адамдарга төлөйбүз, не аламыз, бөлшек аламыз. Тонна, килограмм. Менің тапсырғаным қазіргі таңда 4 тонна ғана. 4 тонна за годовой, ежемесячно вы собираете? Ежемесячно жинап жатырмыз. Конкретного нет вопросов. Так, теперь я хотел задать по тендерам. По тендерам хотел задать вопрос. Вот в тендер участвует примерно в любую работу в городе. Участвуют 3 компании. Делают скидку 10-20%. Заходит 4-я компания, делает 50% скидки. И автоматически она выигрывает. И потом автоматически выигрывает, эти компании уходят, и он начинает работу делать. Но на ту сумму это нереально сделать. Но потом, оказывается, выясняется, не знаю, я вас хотел спросить. Потом, оказывается, дополнительным соглашением отдается та 50%, которую он скидку сделал, выдается потом. Доп. Соглашениями. Все, да? Да. Слушайте, вот этот вопрос, который вы задаете, он, я считаю, что некорректно, во-первых. Во-вторых, если, давайте не будем голословно, конкретно скажите, какой лот, кто выиграл, сколько скидку сделал, и насколько было заключено дополнительное соглашение, чтобы догнать эту сумму. Я спрашиваю не то, что кто, о чем, я спрашиваю, это возможно так? Это так работа делается? Нет, вы хотите же вопрос задать, поэтому я конкретизируйте, а вольно не говорите. Нет, подождите. Конкретно говорите лот, на каком лоте такое произошло. Нет, это возможно так сделать в тендере? Нет, это невозможно. Это невозможно и так не делается, да? Невозможно. Вот хотел это услышать. Потом по кровле. Каирбекова 48. Сделали кровлю осенью. Если конкретно сказать, в октябре 23-го. 30 или 20 квадратов. Сейчас она улетела. Так, Это будет выполняться за чей счет еще? за счет подрядчика, который выполнял эту работу.
У них гарантийное обязательство в течение года все работы, которые пришли в негодность, они будут устранять и переделывать. Значит, устранят 48-й дом. А капитальный будете делать? Потому что было озвучено, что будет капитальный. А Где было озвучено? В соцсетях. Аркалы Хабары, Аркалы Ньюс. Подождите, вот я в своем докладе о капитальном ремонте фасадов и кровли речи не было. Везде текущий ремонт. Если вы компетентный человек, то на капитальный ремонт, чтобы делать ремонт этих многоэтажных жилых домов, это должно быть за счет жильцов этого дома. То есть необходимо разработать проектно-сметную документацию с дальнейшим прохождением государственной экспертизы. Потом по программе модернизации ЖКХ с республиканского бюджета выделяются средства на возвратную основу. Пожалуйста, если жильцы готовы на эти условия, мы готовы организовать эту работу. Но при встрече с жильцами многоэтажных жилых домов не все изъявили желание, не у всех возможности есть. Поэтому мы пошли по наиболее легкому пути. И в первую очередь, и второе, то, чтобы решить сегодняшние проблемы. Выпросили деньги с областного бюджета на текущий ремонт многоэтажных жилых домов и фасадов. 300 миллионов тенге, как было озвучено в моем докладе. Спасибо. Еще тағы сұрақтарыңыз болса? Қояды шығар. Бешкін. Ортаға шығ мысалы. Ассалаумағалейкум ағайын. Баршаңызға амандық тілеймін. Амырхан Біркенұлы. Біраз мәселелер қойғым келеді. Біріншіден тазарту жайында. Тендерде айтып жатамыз қанша рет. Нақты бір сандар айтқым келеді. Ақбота Сабидің мусорын шығаруға Әулиекөлдің бір жеке кәсіпкер ұтып алып 300 мың теңгеге. Ол жеке кәсіпкер ұтып алмайды ғой. Оны істеп кеткендері анық қой. Екіншіден вокзалдың маңын тазалауға Қызылорданың бір жеке кәсіпкер ұтып алған екен. Ол да бір сомасы аздау. Мынау жігер біздің стадионның мусорын тазалауға онда қаланың бір жеке таксист ұтып алған екен. Енді осындай мәселелер қашан жалғасады? Мен ойлаймын, сіздің маңыздағы мамандардың мүмкін білімсіздігінен ба, мүмкін заңды білмегендігін ба, тендерлер жарияланғанда осыны да көрсету керек шығар. Біріншіден шығаратын ақботты, қалдықты, ол міндетті түрде полигонға бару керек. Мысалы мен былтырда бір айттым осы білім саласы жөнінде. Біздің мектептердің күнін шығаруға сырттың балалары мен Алматының балалары өтіп әкетті. Оның күнін қайда шығайды дейсің? Онда міндетті түрде көрсету керек. Ол міндетті түрде полигонға бару керек. Олар полигонды Державинскіге апарып өткізіп, қалған ақшаларын алып кетті, дұрыс па? Ол Державинскінің апармаған белгілі ғой. Күндегенің не екенін білесіз. Ол экологияға өте қауіпті отход. Сондықтан осы мәселелерді бір тендер жарияланған уақытта көрсету керек шығар. Міндетті түрде арқалықтың маңында ма сол полигонмен бірінші келісім шарты болу керек шығар. Біз осындайлар болмағаннан кейін біз осындайларға жол беріп жатқан жоқпыз. Сіз қалай ойлайсыз? Енді жағдай былай, жаңағы конкурста жариялаған кезінде біз жаңағы аталық болсын немесе қостанайлық болсын деп ешқандай шектеу қоя алмаймыз. Сол себептен жаңағы Қызылорда немесе Алматы немесе басқа қалалардан елді мекендерден жаңағы неге конкурсқа қатысып конкурсты ұтып алады. Тек спецификациясында міндетті түрде біз жазамыз. Немен шартқа отыруға келген кезінде полигонмен, полигон твердый отходов бар ғой, солмен шарттар болсын деп. Олар әкеледі жаңағы Амангелдікін әкеледі, немесе Амангелдікі Ақалықтықына келеді, жер жайысына келеді. Сөйтіп бір жылдары Қарасудың бекіп қойған, Қарасудың енді 3 шақырым апармайды білеміз ғой, бірақ біз оған әкелгеннен кейін шартта отыруға міндеттіміз. Шартта отырмасақ, онда біз жаңағы жеке кәсіпкерге жұмысына кедергі жасады деп, лауазымды адамдарға айыппұл салынады немесе жұмысынан қуылады. Бұнда осы антикор бар ма ішінде? Антикорын жоқ қойды. Бірақ осы мәселелер тексеру құзырамыз ба? Мысалы өзің ойлаңызшы. Мынау қайдың күнін алып Державинге апарды деген кісі сенесіз ба? Бұл қылмыс емес па? Сіз прокурорсыз ғой. Сіздер басқа біреуге штраф
білім саласынан сіз осыған сенесіз бе? Әлде біз бір-біріміз өтірік айтып жүрген, біз 30 жылда құлап қалуға айналдық, біз 30 жыл болды өтірік айтып жатқанымызға. Өйткені бұл сіздердің міндеттеріңіз деп ойлаймын. Антикорн бар. Үкіметтің ақшасы кетіп жатыр. 19 миллион ақша. Егер соны біздің тазартып алса, тазартуға бірдеңе алатын еді ғой. Өйткені ала алмайды, себебі олар түсіріп кетеді бағаны. Ал біздің мамандардың дұрыс көрсетпеген әрекетін осындай жағдайлар болды. Ал біз әкелген өтірікке сене беретін болса 40 өтірікші айналып болдық қой. Біз қазір ешкімге сенбейтін болдық өйткені біз. Біз қазір айтып отқан нұр отаның болсын аманатқа сенбей жүріп күліп қарайды. Неге? Себебі жұмыстар дұрыс атқарылмай жатыр. Дұрыс жауап Серік Қоңқышев. Серік мырза, сұрағыңыз түсінікті, өте өзекті және сіздің айтып отқан мәселеңіз өте өзекті болып табылады. Прокуратура органдарымен тұрақты түрде экология заңнамасының талаптарын сақтау жөнінде тұрақты түрде талдау жұмыстары жүргізіледі. Жаңағы сіз көрсетіп отырған мәселе өкінішке орай мен желтоқсан айында тағайындалдым. Егер де көрсетілген мәселе расталатын болса, сізбен қазір осы жиыннан кейін кездесіп, мемлекеттік уәкілетті органдардан тиісті сұратулар жасалып, талдау жүргізуге сіздің өтінішіңіз негізделіп, бізде толық негіз бар. Сол себептен дәл қазір енді менің қолымда құжаттар жоқ, ол бойынша тексеріп, талдау жүргізуге толық негіз бар деп есептеймін. Сөйтіп айналайша бір жақсықсайшы қалаға. Сосын бір айта кетейін де, тағы бір мәселе көтеріп біледі. Сізде статистика бөлімі бар. Сізде 840 адам ба жұмысқа орналасты. Біздің қала бойынша қанша жұмыс орны бар? Қанша жұмыс істеген адам бар? Бар ма сол маман бізде? Алексаканы айтып отырсыз. Бізде жалғыз қала бойынша қанша жұмыс орны бар? Жеке кәсіпкері бар, мекемелері бар. Қанша біз? Соны білеміз. Біз айтып жатамыз, мына кісі 800 адам жұмысқа тұрып дейді. Бәрен адам жұмыс істеп жүр. Бұл бір тоқтайтын уақыт болды. Әлде біз сол өтіріктің маңына шыға алмай жүрміз бәрі. Қазір сәлеметсіздер ме? Қазіргі таңда мен жұмыспен қамту орталығында басшылық жұмыс атқарамын. Біз негізі жұмыспен қамту орталығы бізге өтініш білдірген жұмыссыздыққа тұрып жұмыс іздеген азаматтармен жұмыс жасаймыз. Былтырғы жылы 1400 адам бізге жұмыс іздеуші ретінде келіп тіркеліп, соның жаңағы 840 адамын біз тұрақты жұмысқа орналастырдық. Оның сыртында жаңағы келіп өтініш жасаған азаматтарға 1300 адамға временный уақытша жұмыстарды ұсындық. Оның сыртында дағы егер де мамандығы болмаған азаматтар болған жағдайда жаңағы оқуға жібердік 15 адамды. Оның ішінде 7 адам жұмыс беруші өтініші бойынша, қалғандарында жұмыс орнында басқа мамандық даярлау курсы бойынша оқуды. Соның барлығын жұмысқа біз орналастырдық. Ол негізі отчетный данные бар бізде, сол факт. Александр, вакантный должность қанша болып? Вакантная должность бізде электронный биржа тұрғыдағы каждый жұмыс беруші жұмыс бос саған жұмыс орнын жаңағы электронный биржаға тіркейді. Сол былтырғы жылдар бойынша где-то 2000 жуықты вакансия. Қазіргі таңда қанша бос орын бар сізде? Қазіргі таңда анаптада қарағанда где-то 180-дей бос жұмыс орында қазір ақпарат бойынша бар. Біз әдемі цифрлар айтамыз, әдемі жауап береміз, бірақ біздің халқымыздың көбі жұмыс таба алмай жүр. Міне бір көршім бар, біз мемлекеттік органдардан қолдау таппағаннан кейін әлеуметтік желіге сүйеніп жатыр. Қазір көршім бар, 3 баласы бар, әйелі ғана жұмыс істейді, күйеуі жұмыссыз қалғанына қазір 6 ай болды, қазір қиналып жүр. Айттым, атекті орын бар десе, матек айтты, ондай бір маман емес, разнорабочий соған жұмысқа кіре алмай жүр. Біз қазір айтамыз, орташа айлық 200-3 мың болды деп жатсыз. Біздегі орташа айлық шындап 80 мыңға жетпейді. Шынын айтайықшы, біз халықтың күнкөрісі қиындап барады. Бір минут отырыңыз, Серік Қоңқышұлы. Сіз неге біздің беріп жатқан мәліметті өтірікке шығарасыз? Мен сөйтіп ойлаймын, өйткені халықтың жағдайын көріп айтамын. Сізді тыңдадым, енді сіз мені тыңдаңыз. Неге өтірікке шығарасыз? Мынау біз айтып жатқан жаңағы цифрларымыз бәрі статистикадан алынған. Статистикадан жаңағы біздің ай сайын беретін есебіміз бар. Жоғарғы органдарға бөлмеңіз. Жоғарғы органда жаңағы 845 орын алды ма, направление алып бар жұмысқа орналасады. Жаңағы 100 қанша дедіңіз, вакантный должность бар деп?
180 вакантный должность бар. Олар электрондық биржада, мына мекеме басшылары 3 күннің ішінде электрондық биржаға вакантный должность берілсе, оларға келіп айыппұл салады. Сол себептен олар жаңағы вакантный должность болды ма, міндетті түрде және электрондық биржаға ешқайда бармай заявкасын береді. Екінші, үшінші, жаңағы жұмыс орны, жаңа айтып отырсыз, ондай кісілер жұмыссыз болмаса, білімі болмаса, бізде қоғамдық жұмысқа беретін жағдайымыз бар, жіберетін, оны тазарту алады, басқа жер алады, іскер алады, любой уақытта бере аламыз. Бір. Сосын, білімі болмаса, жаңағы кім Олег Сакам айтты ғой, біз оны оқытуға 3 айға үкімет оқытады, пенсиясын төлейді, біз оқытуға мүмкіншілігіміз бар. Электрик болуға, краночник болу, басқасына оқытуға біздің мүмкіншілік бар. Сол оқытып білім алса, онда жаңағы алтетика бар, бізге керек этика бар. QS-ның есіне 10 вакантный должность бар, электрик керек, неге оқымайды? Ол үйде отырып алып, қайда жұмыс істеп жатқанын білмеймін. Келсін, жұмысқа орналастырамыз. Сосын сіз жаңа айтасыз, әлеуметтік желіге мәжбүр болып отырсыз. Сізде работодатель? Халықтың көмегі болмағаннан неге бар, осыны жазып аласыз. Жоқ, сіз айтқанда біз тыңдаймыз да, біз айтқан тыңдағыңыз келмейді. Неге сіз оны, мысалы сіз көріп отырсыз, әлеуметтік желіде қандай жағдай болып жатқанын, халықтың қиналып жатқанын көріп жатсыз. Жұмыс жоқ екенін көріп жатсыз. Біз анда жұмыстар, мына шындап келгенде біздің халықтың жағдайы өте төмен. Біз 30 жылда осыған алып келдік. А сіз қазір Қазақстан бойынша 370 мыңдай қазір орташа айлық. Пол жуатын адамның нақтылы 7-6 мың теңге. Олар сонда қайда барады? Сіздің алдыңғы 600 миллион қалған көрсетілген жапқанмен басқалар жатпайды ғой. Біздің статистиканы өтірік айтады. Біздің статистиканы өтірік айтқан осындай жағдайға алып келді. Біз нанасыз ба? Қазір халық қиналды. Бірақ мәселе айтып тұрмын, бірақ мәселе. Бір адам сол жұмысқа орналастырып беріңізші, қандай қиын жағдайда болып тұр ол. Атепке барды, атептесінде қазір 150 адамға жұмыс орны бар. Барды алмай жүр, жұмыс жоқ деп айтты. Мүмкін тамыр-танысын айтты, мүмкін сіз білмейтін шығарсыз. Біздің мақсатымыз соны сіздерге жеткізу. Біз халықты көтеріп, шаптап, билікпен қарсы қойып емес, сондай мәселе шешілді екен дейміз. Қаншама адамдар бар қиналып жүрген. Дұрыс айтасыз. Мен сізге былай айтайын. Жетісінде білетте сәрсенбі күні мен міндетті түрде халықтың личный прием жасаймын. Әр адам келіп жазылып, осы маған келуіне болады. Енді кварталында бір ретте біз единый прием граждан істейтін боламыз. Осы кварталда 16 наурызда бастаймын. Онда мен отырамын, мен бірге мекеме басшылары отырады. Сол кезде единый прием осы жерде жасайтын боламыз. Соны квартал сайын жасайтын боламыз. Сол себептен біздің есігіміз әрдайым ашық. Ол жаңағы халықтар келген мәселелерге міндетті емес желілерге шағым салу шығу. Бізге де келсе де біз де шешіп береміз. Сіздер емес біз ғой, ол жұмыс орын беріп жұмыс тауып береді. Дұрыс. Енді осы мәселені қолған, мен сізге жіберейін осыны. 16-сында келсін. 16 бүгін оны ғой. Единый прием граждан болады, осы жерде. Бұл жерде қабылдаймыз. Амат Абдырханұлы, кішкене қатты айтып отырсам айып етпеңіз. Енді мынандай қазір елімізде саяси науқан жүріп жатыр. Оны бүкіл адам түсіну керек. Саяси науқан не екенін. Бұл сайлау өзгешелеу. Бұрын сайлауда емес өзгеше. Сондықтан да сайлауға көптеген азаматтар қатысып жатыр. Оның ішінде біздің арқалықтың үміткерлерінің белсенділігі төмен екенін бақылап жүрмін. Көшеден бір зәуір кандидаттың үгіт насихатын көрмейсіз. Енді арқалық телевизиясын айтып отқан шығар, арқалық хабарымен. Бірақ біз немқұрайлы қарамауымыз керек. Біздің бас партиямыз Нұр Отан отырмыз деді, Нұр Отан елері аманат. Ол кісілердің облыста додаға салған ерденттің ғана бір плакаттар тұрған болмаса, өте әлсіз жүріп жатыр агитация. Өйткені бұл біздің халықтың билікке сенбеуі ме, сайлауға әлде өзгеріс келе жатыр, оны білу керек. Әр адам білу керек. Осы өзгерістің басы. Әрқайсысын түсінуіміз керек. Мұғалім болсын, ол кім болсын, өзгеріске бет бұрдық. Енді артқа жол жоқ. Сондықтан осы өзгеріске бәріміз атсалысуымыз керек. Белсенді болуымыз керек бәріміз. Жастар дейміз, кейбір үкілеп қойған жастарымыз өз міндеттерін атқарылмай жатыр, көріп жатырмыз, кейде ұялып жатамыз. Бірақ жалпы ойлаймын, осы мәселені қолға алу керек шығар. Енді сіздер билік сайлауға араласпаймыз дегенмен де сайлау комиссиясы осы бағытта бір дұрыс жұмысқа атқару керек шығар. Енді жеке бастың мәселесі. Мен анда Арыстан Мұхамедович бар ма? Онда сіз жаңағы үміткерлермен жұмыс жасау керек. Қой оларда сізде тіркелді.
Мұхаммедкенова, Серик Сәке, сізге де. Сіз өзіңіз білесіз, каждый неге үміткерге мемлекет несіне тарапынан 350 мың. Олар теледидар, газетпен пайдаланып жатыр, плакаттармен почти что 100% освоение идет. 50 мың отдельно оларға транспортный расходтар береді, кішкене транспортныйлардан, может быть, они не болады. Но бірақ они пайдаланып жатыр. Енді біз оларға түгелін түсіндіріп айттық, но бірақ мен ете алмаймын, олар несіне кірісуге сіздер агитацияны былай жүргізіңдер деген сияқты. Біз ол түгел жолдарын көрсеттік, айттық, түсіндірдік. Енді ар жағын білмеймін қалай етеді. Мүмкін мынау сайлау күні жақындаған сайын олар может быть кішкене активнее болады шығар. Қаладан бір үміткердің плакатын бақыламаппын. Анау біз халықпен біргеміз деген нарта өкілдіп жүрген аманатымыз бар. Нарта өкілдіп енді белгі болып жатқан. Ішке кірсе деген енді ол кісілердікі бар әйтеуір. Сосын қазір вальсте жер байлығынан түскенде неге береміз деген ана қызыл партиянікі бар. Басқа ештеңе көріп тұрған жоқ қаладан. Сондықтан да айтып жатқан. Бұл мәселемен айналысу керек деп ойлаймын. Өйткені халық білу керек кімге дауыс беретінін. Менің дауысымды кімге берем деген ой болу керек. Біз саяси сауаттылыққа ұмтылтуымыз керек халықты. Бұл енді сосын бір жеке мәселе қойым керек. Жақсы рахмет. Отырыңыз. Енді былай. Мынау 90-шы үйде тұрам білесіз. Мынау артында, мынау Қайраттың артында үлкен бір алаңқай бар. Ол жеке меншікте болуы мүмкін. Бір жерде енді ол жерде үлкен кісілер көп тұрады. Демалатын орын жоқ. Жерден бір детский площадка салып бересіз бе? Әлде анау Рубин үйіңіздің алдындай бір саябақ салып бересіз бе? Сондай болса бір дұрыс болар еді біздің елімізге. Ауылымыз қаламызға негізінің маңына үлкен кісілердің баратын жерлер естіғанда отырады, немерелерін бөліп салмайды, стадионда жастарды көріп. Мына осы маңайда бірде бір спорт алаңы жоқ. Мынау Шақша Жәнібек 70 алдында болса да, мына жерде осы мәселелерді қарасаңыз, өзіңіз азамат ретінде осы бір қоятын сұрақтарымыз сол. Сосын тағы бір айта кететін өзекті мәселе, қазір мемлекет өзінің функционалдық обязанностьын жоғалтып алды. Бүкіл мәселе ауырса әкім кінәлі, қарсы салынбаса әкім кінәлі, бала сабақ бармаса әкім кінәлі, бәрін әкімге алып кетіреміз. Біздің мекемелер дұрыс жұмыс істемей жатыр. Қарсы салу мәселесі бойынша үлкен ұсыныстар болды. Сол қарсы салуға өзім қатыстым. Біз қазір Абайды ана қарды алмады, Абай бүйтпеді деп ренжиміз. Абай қайналады. Мен 2 ай алғанда мен соны зорға жауып шықтым. 2 ай болдым мен, 2 айдан кейін қаштым. Өйткені ол менің шығарған шығынымды ақтамады. Бірақ қазір кімнің егер кәмелетке істеп жатқан істерін қарап, жақсы жұмыстар жүріп жатыр деймін. Енді болашақта солай болады. Сондықтан да сіз ешкімге тәуелді болмау үшін, жеке кәсіпкерге, болмаса олигарх Абай ағаға тәуелді болмау үшін сіз қарсы салуға мекеме ашуды тиіс. Ол қарсы салу емес, ол қазақ тілінің көлемінде ол кез қазақ тілін жекеге шығарып бердіңіз, не еттіңіз? Іштен ұтпадыңыз, ұздыңыз, жалғыз қарсы салайтын бір еді, орындай болып қалдыңыз. Біз мемлекеттік мекеме құрып, сол мекеме 2 автогрейдермен 2 пауыршы қалсаң, сізге мынандай мәселе болмас еді. Ана жігіт айтып жатыр, қар қиындау болды. Қиындау болды. Өйткені біз 3-4 күн жіберіп алдыңыз қар басталған уақытта. Өйткені сізге тендеріңізге шығатын адам болмады, содан кейін осы жерде тап болды. Қарды до конца ала алмай қалдық. Осы мәселені бір қолға алып үкіметтен мүмкін біз мемлекеттен көмек сұраймыз, мүмкін облыс әкімінен көмек сұраймыз. Біз аштық қой жол ашуға. Сондай бір мекеме құруымыз керек деп ойлаймын. Біз бәрін жекеге шығарып жібермей ішіне ұтпаймыз. Көріп жатсыз ғой. Сосын бір мәселе тағы айта кететін, мына ОСИ туралы. Қазір қаланың 90% жерлері толып тұрған өзіңіз де білесіз. ОСИ деген шықты қазір. Осы уақытта жұмыстар дұрыс жүріп жатқан жоқ. Сондықтан оның заңдылықтарын сіздің мекемеңізде білімді мамандар жетіспейтінін де білемін. Сондықтан да мынау мекемеңіздің мамандары осыны оқып көріп, осы мәселені дұрыстап талқылап, халыққа түсіндірсе екен деп ойлаймын. Бұл бір мәселе. Мына бермейсіз. Сосын ана жолы бір әдемі жұмыс басталды да, мүмкін орта жолда қалып, домофон туралы. Домофон Қостанай бойынша ең қымбат домофон бізде екенін білесіз. Осы мәселе жөнінде орта жолдан бірдеңені бастап, бірдеңе кетпей, бірдеңені бастасын аяқтайық деп ойлаймын. Оны түсінтуге жағдай жасайық. Не болмаса ремонт өзінің мойнына алуға жағдай жасайық. Біз халыққа атсалысайық. Не болмаса басқа компания құру керек шығар. Өйткені ол бағасы түсу керек. Біздің халықтың жағдайын білесіз ғой. Сондықтан мен сұрақтарым осы, жалпы баршаңыз аман болыңыздар, белсенді болайық. Белсенділердің қолында қазір мемлекеттің дамуы. Баршаңыз белсенді болсаңыздар. Жауап берейін. Жаңағы Қайраттың атындағы жер көлемі ол жекеге
ол перечень